Мен еще андай қыз-келіншектерді білемін да, которые живут вот в классных условиях, у них прям коттедж, дом. Енді не жем, не ішем, не жем демейсің, ана жерде прям все есть. Но ата енесі постоянно недовольны сол келінмен бар ғой. Типа ана келін таң азанда тұрып бәрін істеп жатады, бірақ енесі недовольны, енесі жақсы көрмейді, атасы сөзін сөйлемейді. Бірақ үйлері күшті, зәулім үйде тұрады, бәрі бар. Но мына жерде бақыт жоқ қой. Оны не істейсің? Не істейсің оны? Ана кафельде тұрып жейсің ба, стиральный машинаны тамаққа салып жейсің ба? Не істейсің? Вообще бар ғой. Никогда мен вообще бар. Ну, білмеймін. Может, мен бір бойлықта жүргенде стейк, мейк деп айтатын шығармын, бірақ білмеймін, мен дүниеге қарамаппын. Потому что я сама тоже не из богатой семьи, извините. Вот, короче, бағана студенттік кездегі видеоларды салып жатырмын ғой. Мен негізі спикер болғам деп мақтанып кетеші осы жерде. Типа, тағы да мақтаңыздаршы мен деп қажымын. Спикер болатым, сол спикерлік кезімді сағынып кеттім. Опять хочу выступать на сценах, хочу сниматься в фильмах. Білмеймін, кішкентай кезімнен арманым болатын. Қазірде енді Бішкекке барғанда бұйырса кастингтарға қатысқым келеді деп ойланып жүрмін да. Өйткені я человек сцены, я люблю выступать. Я люблю быть во внимании, чтобы постоянно развивать себя, постоянно какую-то в себе что-то новое открывать. Я люблю это, постоянно что-то новое узнавать. Так что, ребята, жизнь одна. Учитесь, работайте, узнавайте что-то новое, будьте любимыми килинками. Это все можно делать. И быть примерной килинкой, и актрисой, и там, бизнес-вумен и тому подобное.